Ассаламу алейкум ва рахматулла. Шәкірттер, сіздер менен жарамазан деген сөз жайында сұраған екенсіздер. Мен сіздерге оны тақтаға түсіндіріп беремін. Мен Жомарт Батырбек, араб тілі маманымын. Жарамазан деген, енді кейбір кісілер жарапазан деп айтып жүр, негізінде асылында ол жарамазан деген екі сөзден құралады. П емес М, жарамазан. Бұл бірінші сөзіміз жа деген етістік. Жа. Не істеді? Келді деген мағынаны білдіреді. Жа, келді. Рамазан келді деп қуанайын деп жатыр ғой. Көне дәуірлерде отырықшы болмаған, қазақтар отырықшы болмаған ғой. Сол жан жаққа шабарман жіберетін болған. Ай көрінді, Рамазан кірді, ораза тұтыңдар деген сүйінші хабарды жіберетін болған. Сонда жарамазан деген сөз содан шыққан екен. Бірінші сөзіміз осы жа деген етістік. Келді. Не істеді? Өткен шақта келді. Жа. Екінші сөзіміз Рамадан деген айдың аты. Рамадан. Рамадан. Рамадан дегеніміз Құранда келген айлардың біреуі. Шахру Рамадан әлләзи унзила фихил Құран деген аятта келеді. Рамазан ол айда Құран түскен ай деген аятта. Және бірнеше жерде, басқа жерлерде де келеді Құранда. Жалпы Рамадан деген сөз тәнуинді қабылдамайды. Жай ғана у болады. Рамаданун болмайды. Шәкірттер осыны ескеріңіздер. Енді жа деген ол өткен шақ етістігі дедіге. Осы екі сөздің қосындысы келді, Рамазан келді деген мағынаны білдіреді екен. Жа, Рамадан екеуін қосамыз. Жа, Рамадану. Рамадану. Яғни Рамадан келді деген мағынаны білдіреді. Осы жерде енді сүйінші хабар болғандығы үшін леп белгісін қойсақ болады. Рамадан келді деген сөз екен. Енді бұл өңін жоғалтып, біздің қазақтың даласында балалар ғана айтатын, тиын тебен сұрайтын сондай нәрсеге ғана ұласып кеткен. Кейіннен ұласып кеткен. Негізінен көнеде дейді, менің оқығаным шабармандар жіберетін болған қазақтың даласында. Өйткені анау шалғай жерде мәселен жылқы бағып, қой бағып жүрген адам ол айдың туғанын байқамай қалуы мүмкін. Рамазанның кіргенін байқамай қалуы мүмкін. Ораза тұтпай кешігіп тұтып қалуы мүмкін. Сондықтан барлық қазақтың даласында бірге тұту үшін жан-жаққа шабарман жіберген болады. Еді дейді. Мүмкін ғой, енді сол арып ашып келген кезде оларға тамақ берген болуы мүмкін, бір-екі тоқтысын қойын артып жіберген болуы мүмкін енді. Сондықтан туындаған болса керек. Енді осыны сіздер не үшін сұрап жатқандарыңызды мен білдім. Өйткені біздің үйге де 2-3 рет келді. Басқаша бір нәрсе деп айтып келеді. Енді жылда келеді ғой, жас балалар келеді. Сосын енді компьютер көшесін береміз, тиын тебен береміз, ақшасы кәдімгі ең аз ақша қазір 500 теңге ғой. Сондай қағаз ақшаға дейін береді адамдар ше. Соны енді кейбір балалар компьютер көше берсе ренжіп кетіп жатады. Мүмкін олар ақша талап етіп келіп отырады. Сол кішкене өңін жоғалта бастаған сияқты деп ойлаймын. Рамазан деген сөздің. Кейіннен енді айттық қой. Жарапазан деп айтылып жүр. Рамазан ғой негізінде. Рамазан келді деген қуанышты хабарды білдіреді. Осыны ескере жүрсеңіздер екен, осыны сіздерге білдіріп қоюды жөн көрдім. Интернет ақтарсаңыздар мәлімет көп. Қош сау болыңыздар. Мен Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Әр видеомызда осылай кейбір сөздерді немесе кейбір тіркестерді сіздерге білдіріп отырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.